Желіде қараусыз қалды деген қарияның суретін қарап біз бүгін алаңдап вокзал маңына келдік. Жасы кетіп, жасыған апа туралы бүгін ақпараттардың анық-қанығын сіздермен бірге білетін боламыз. Желіде жарияланған мына суретті көзім шалды. Вокзал ішінде қауқарсыз отқан қария, белгісіз біреу уақытша қонақ үйдің ақысын төлеп көмектескенін жазыпты. Мен бірден орналасқан жеріне бет бұрдым. Апа сол жерде 3 күндік ақысы төленген қонақ үйді ертең апа босатуы керек екен. Құлағына құлақ қабын қойып, Құранды тыңдаған әженің жай күйін сұрасақ, былай деп жауап қатты. Содан үйленді балам, келініммен тұрады. Келінім кішкене айқайлап сөйлегенін ана туғысқандарын айтам деп осындай халге түсіп отырмын. Өкпелеген сияқты келінім маған. Енді апа қараңыз, қазір қатты сіздің өкпелеген видеоңызды сияқты. көрдік, вокзалда жүрген. Иә, Сенің иә. ханым хабарласты. Иә, иә. Яғни ол жалғыз ұлыңызбен осы Алматыға келіп, Иә, иә. келініңізбен қатынастарыңыз жараспай осындай күйге түсіп Иә, отырсыз ба? иә, иә. Үйге бара алмай Иә, отырсыз ба бара қазір? алмай отырмын. Келмей ақ қой дейді, иә. Сондай Келмей деп жағдайға жатыр, иә? түсіреді, иә. Жасыңыз қаншада апа? Жасым 61 жылғы сонда нешеде болғаным? 65-ке қалдым ғой, Иә, 65-ке. 65-ке келіп қалдым ғой. Ардақ апа жасы 65-те. Сөзіне сенсек, бір баласы, 7 немересі бар. Талдықорғанның тумасы. Баламмен ажырасам деп шығады екен, ол баланы Балаңыздың жасы ажырастырам ба? қаншада? 7 немерем бар. Қанша балаңыз бар апа? Сол бір бала ғой қарғам. Жалғыз бір балаңыз. Сол бір балам. Басқа туыстарыңыз жоқ па? Иә. Басқа туыстарыңыз жоқ па? Басқа туыстарым, сіңілім бар мына жерде Қапшағай жақта. Білмейді бұндай күйде өткен. Біледі, оның жолдасы да сол бізбен тұрмайсың дейміне никто деп шығады, барсам. Барғам, тұрғам да ғой оның үйінде. Сол ағаш кесіп болсуға, су әкеп беруге ештеңеге болысқысы келмейді сол. Ұлым кеп жасасын дейді. Мен айтам, ұлымның уақыты жоқ, ана бала шағамен жүр, немен жүр. Енді сен үйіңде тұрып жатырмын ғой, болысып жер, ештеңе жоқ деймін. Сөйтсем ол ауырады екен өзі солай. Психия ауру ғой енді. Мен оны түсінбеймін, маған кесіп бер, сен жас күйеу баламсың, ештеңе жоқ, менің сіңілімнің жолдасысың деп айтам, түсіндіріпші. Ол түсінгісі келмей ашуланып боқтайды, нетеді, қолын көтереді. Сосын мен ойлаймын, бұл неге бұлай жасайды деп, сөйтсем ауырады екен солай. Сіңілімді де соғады ма сондай. Жоқ, сіңілімнің күйеу баламшы. Күйеу балаңыз. Енді сізде 2 ғана туыс бар. Ұлыңыз және де сіңіліңіз. Сол Сіңіліңіздің екеуі үйіне ғана барайын қалды. десеңіз, ауруға шалдығып отыр. Ал балаңызға барайын десеңіз, ана келінімді келмей ақ қой дейді, өкпелеген сияқты маған, қатты өкпелі. Қанша жыл болды апа, жалпы ол кісімен бірге тұрып жатқансыз балаңызбен? Ол деген мен сіңілім үйінде көп тұрдым. Дала кезіп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Пәтерге тұрғызды ол балам. Дала кезіп жүргеніңізге қанша болды? Дала кезіп жүргем жоқпын, мен бана вокзалда жүрдім 2 жыл. Жоқ, 2 жылдан бері қазір вокзалда жүрсіз ба? Ремонт болғанша, болдым ғой вокзалда. Жоқ, қазір сонда 3 жылдан бері вокзалда тұрып жатсыз ба сонда былайға келгенде? Тұрдым ғой енді, ремонт болғанша. Сол жерде болдым, жүрдім. Мына киім бәрі сіздікі? Киім, қазіргі қалған киімім бұл. Ана хранениеде қаншасы жоғалды, вокзалда қаншасы жоғалды. Вокзалдың бәрі таниды сізді, иә? Таниды, сол кетіп қалсаң, дәретханаға деп кетіп қалсаң, жоғалып кетеді киіміңші. Кім алғанын білмейсің, ішкіштер алып кетті деп қояды. Ол немді тәшкімді ұрлап әкетіп, Құран кітабымды бәрін, намаз кітабын бәрін жоқ обалды қылды. Келінім сол ана келмей ақ қойшы деп өкпелейді де, сол бізге не бермейсің, сол әйтеуір. Тыныштық бермей, немене сол балаларға үлгі бермейсің, ешқандай қажеті жоқ, келмей ақ қой деп не қылады, өкпелеген сол. Жамандағанымда. Оның үстіне бір балгер кемпірдің үйіне баратырмын, соның әпкелері болып келеді екен, елі бірге. Соның үйіне барма деді, енді оған да бармай қойдым біраз ғана. Сонымен әйтеуір сол. Апа, жасыңыз 70-ке келіп отыр. Қайта татуласып, қайта неткен екен, иә. Немерелеріңіз іздей ма? Іздейді ғой, іздемегенде апа сағындық деп құшақтап не қылады. Барғанында әйтеуір қолыма барымды апарып берем, әйтеуір кәмпит қант бірдеңке. Енді кейіннен айтатын бопты, о кәмпит қанттың да керек жоқ, ақшада әкеп бер деп айтатын бопты кейіннен. Ол не сұмдық деймін, мен немерелеріңді бұзасың екі ортада деп айтам да. Балам еще өтініш сол ғой енді, сол пәтер жоқ, жалғыз жүрміз, намазымды оқи алмай қалдым, оқып жүрген. Осындай халде жүрмін, енді сол ешқандай өкініш жоқ одан болса. Пәтер керек болып тұр, пәтер, бір дұрыс пәтер. Балаңызға не айтасыз? Балам аман болсын, әйтеуір ол енді қолынан келгенше пәтер тауып беріп не қылды. Ол жерде ана дәретханаға
дұрыс емес болады да, сол дәретханадан ана өзі сатып берді бір ненің дәретханасын, ана кәдімгі бар ғой жасанды, сондай отырам деп үйінің бөлмесіне, соған жақтырмады ана кісілер, хозяйкалар ше. Үйі қанша бөлмелі апа? Үйі 3-ақ бөлмелі ғой, сол үлкен емес. Үш бөлмеден бір өкініш болмай ма? Үш бөлмеден бір бұрышынан бір қуыс табылмады ма мен үшін деген? Жоқ, енді тұрдық қой, ол жерге де тұрамыз, сонда өкпелеген келін, сол келмей ақ қой деп не қылады көбінесе. Сол жарайды деп мен сол қабағына қарайында екеуі тұрсын, ана 7 немерені асырап өсіруде, оны тәрбиелеуде бәрі оңай емес. Жоқ, оңай болғанмен апа, сіз өзіңіздің пенсияңыз бар, келіңізге, балаларға қарап, қамқор болып, бір бөлмеде болсын, 2 бөлмеде болсын тұрып жатқандар ғой апа, бір бұрыш табылмады ма деген. Айттым да ғой, ана пенсиямды ал да, сол тұрайын деп айттым да, солай да айттым. Сіңілім де айтты, пенсиясын ал да, сол қолдарыңа тұрсын деп. Бауырыма ұрсып сөйлейді, ана сіңілім ше, әпкесі ғой енді, тәтесі болып келеді. Сол ұрсып сөйлейді, сөйтіп айтты. Соған келіншек көнбейді. Сол келіншек екеуін ажырасқанын керегі жоқ қой, 7 баласын немереге қалай әке шеше керек. Мынандай ананы көріп отырмын. Баланың бақыты үшін өзінің бақытын сатып, немесе өзінің бақытын ойламай дала кетсе де 2 жас бақытты болсын. Енді ол солай ғой, ананың тілегі солай ғой. Мен өзім әжемнің баласымын, мен үшін өте ауыр болып тұр сіздің күйіңіз, білесіз бе? Дұрыс қой, енді ана келе жатқан немеремнің де үміті бар, келешек тіршілігі бар, соның бәрін ойлап не қыласың кәдімгідей. Жанында болып ақыл айтпадым ау деп сағынып не қыласың. Иә, сондай өкініштер болады. Бөлек тұруға тура келіп тұр. Апа дәл қазір вокзал маңындағы қонақ үйдің бірінде жатыр. Апаға не керек десем, апа тамақ деп отыр. Апа, я кешкі тамағыңыз жоқ па қазір? Кешкі тамақ болмай тұр, енді пенсиямды аламай отырмын, деде тұр. Жаңағы банкте тұр, соны ашамай отырмын, сынған телефон тосын неде жоғалттым, алдыңғы телефонымды рассрочкаға алған, бедім енді. Құйрық шайнап, май берген, құндақтап жатып жай берген, анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден, дейді ғой. Мәтелме. Ән бар еді ғой апа, сол менің жүрегіме елестеп отыр. Енді оған аман болсын, сол аман болсын екеуі де. Ана балаларды өсірсе, кім кінәлі деп ойлайсыз апа осы үшін айтыңызшы? Ешкімді, мен кінәлі, мен үлкен, мен кінәлі бәріне енді қарап тұрсам. Қай жерлерде ұйықтап жүрдіңіз апа? Ана менің вокзалдың ішінде ремонт болған жоқ қой ол кезде. Вокзалдың ішінде ұйықтауға рұқсат беретін бе еді? Рұқсат етпейді енді, сонда да жатамыз. Кардон төсеп астымызға. Бірақ балаңыз іздеп сол вокзалға келетін бе еді? Келді ғой, келеді, үйіне алып барады, қайтадан қайтарып жібереді, сөйтіп жүрдік. Соңғы рет қашан бардыңыз? Соңғы рет әне күні бардым, ана жоқ. Енді жалпы қалай жоспарлап жатсыз? Соңғы қалай болады осының деп? Соны өзім де білмеймін ғой, бір Алладан басқа кім біледі? Ешкім де білмейді ғой. Алладан не күтесіз апа? Қандай болатын? Аллахымнан бір бөлмелі үй болса дедім, жаңа кәрілер үйіне барсам, бір үлкендермен бірге сырласып жатсам дедім, қайдан білейін. Ақыр пәтер болмаған ең, солай жасаған едім. Оған ылғи төлем дейді. Төлем керек, төлем бізге дейді, сондайды ашып апты ғой. Баламды аяймын, конечно, аямағанда 7 баласын асырабасын өз. Ана әйелде жұмыс істемейді, соның бәрі қиын ғой. Қанша жыл болды пәтерлеріне 120 мың бопты, 20 мың төлеп тұрды жаңыз бөлмелі пәтерде. Ол қандай ауыр болады балаға, ауыр болдық. Ауыр болып тиді балам. Ауырсаңыз қалай емделесіз өзіңіз? Ауырсам, әбізбәлі шешем, жүрем әйтеуір. Салдырдым протез әне күні жаңа пенсиямен. Анау кеңіп кеткен бұрынғы тісім. Соны протезбен жаңадан салдырдым. Жете ма пенсияңыз өзіңізге апа? Жетіп қалады, арғам жетеді. Балаңыздың бақытын ғана ойлап отырсыз, иә? Иә. Немерелерімді жақсы болса екен, өз қатарынан қалмас екен, ел қатарлы осы балалар, бақытты балалар сияқты немерелерімді жүрсе екен, күліп ойнап, жегенін жеп, ішкенін ішіп деп. Енді олардың алатыны бір ет сүйекті кәдімгідей базардан қымбаттық ет ала алмайды негізіндеші, бір анда-санда болмаса. Сондай жағдай болып тұр. Енді ол, значит, баланың табысы да дұрыс емес болып тұр, значит. Дұрыс таба алмайды, дұрыс жұмыс жоқ.
Соның бәрін ойлаймын енді, ойламағанда балам емес қой. Құлақ қаппен не тыңдайсыз апа? Мына соткам ғой ескі бұзылған, айтып тұрмын ғой, бұзылған редмиімді жоғалтып алдым. Не тыңдап жүрсіз? Енді әр нәрсені Құран тыңдаймын, көбінесе Құран келер. Қосып алып, Хадис тыңдаймын, иә. Енді жалғыз өзің отыра алмайсың ғой, жынды болып кеттім, ешкіммен сөйлеспеймін көп. Мына вокзалға келгенде болмаса, бір жағдайымды, қалымды бәрін біліп тұрды, бірақ та енді сол ажырасып кету семьясын ол да бұзғысы келмеді, сол дұрыс қой оның ойы да. Зіркіндеп сөйлейді бірге анда-санда сол. Соны көтере алмаймын, неге бұл маған айқайлап сөйлейді, мен ештеңе жасап отырғам жоқ, оған неге айқайлайды маған деп кішкене айқайлап. Бір үйдің кенже қызы ғой, содан көбінесе. Былай қолын көтеріп неткен жоқ, әйтеуір сол. Ал құдағиларыңызбен араласасыз ба? Құдағиым қайтыс болып кетті, ол кісі жақсы кісі еді. Ол кісіге де айттым, айтшы, мен сияқты анаң ғой, кешіріп қолдарыңа алыңдар деп айтшы, немерелеріме қарайын, мен сізде қарасып жүрсіз ғой, мен де барып қарайын өз немерем өзім деп айттым ол кісіге. Айтпаған ау деймін енді, әйтеуір сол бір үйдің кенже қызы ғой, сондай көнбей тұрады. Сол жаңағы сіңіліңізден басқа? Сіңілім болса басқа жоқ, басқа. Ардақ апа вокзалда уақытын тіпті аш өткізгенін айтты. Қарны ашқанда жұрттан сұрап тәтті су ішеді екен. Ал кейде қайырымды дәмхананың қонақтарынан қалған қалдықпен асқазанын алдайдымыз. Аш жатқан кездеріңіз болды ма апа? Болды. Аш жатқан кездеріңіз болды ма? Болды арасында, иә. Ол кезде не істейтін едіңіз айтыңызшы? Тамақ іздемеймін, сол жүремін. Енді кісілерден су құйғызып ішемін, шөлдеп бара жатсам, қатты шөлдейді ана неткен ашыққан адамшы. Сол уақытта тәтті судан құйғызып ішемін напитоктерінен. Соны ішемін, жүремін әйтеуір. Ана жерде өсімдік сататын өзбек балалары бар, солардан барып қалдық-құлдық жеміс бар, соны алып жеймін сұрап. Олар сап береді байғұс, неге сап. Алла разы болсын деп алып кетемін, пакетке салып береді. Апа, ана жүрегіңіз не дейді? Ешкімің жоқ болса. Ана жүрегіңіз не дейді? Осындай бір бала өсіріп жүрген аналарға не айтасыз апа, айтыңызшы? Бәрі жаман, осындай ырың-жырыңға түспесін, бірін-біріне ренжісуге келтірмесін, тату-тәтті өмір сүрсін береке бірлікпен. Береке бар жерде барлық не бар, ырыс-құт бар, бәрі жақсы болады. Бірге тату-тәтті берекемен тұрсын, берекелікпен. Жақында ғана аяз болды, қыс болды. Жаңа жылды қарсы алдық 2026 жылы. Кіммен қарсы алдыңыз, қалай қарсы алдыңыз? Құдай сақтасын, жалғыз өзім отыра бердім, вокзалда жүре бердім, неге қарсы аламын оны? Жоқ, бала-шағаңыздың қасында, туыстардың қасында ондай болмады ма? Ой, тыныштық берсін халқымызға, ешқандай тойдың ондай жаңа жылдың маған қажеті жоқ, просто тілеуін тілеп отырдым, тыныштық болсын. Бірақ қай жерде болдыңыз 12-нің уақытында? 12-нің уақытында осы вокзалда болдым, жаным, отырдым. Хабарласты ма бала-шағаңыз? Жоқ, олар ондай жаңа жыл не қылмайды, намаз оқитындар ондай білмейді ғой. Жоқ, білмесін, бірақ енді осы жыл берекелі болсын біз үшін деген секілді тілек дұғасын айтты ма, хабарласты? Соңғы рет балаңыз қашан хабарласты апа? Аман болсын. Осы бағана хабарласты, пәтеріңді таптың ба, іздедің бе деп. Мына төсек орынды апарамай отырмын, киімдерім десем тастап кет дейді сол жерге, мына гостиницаға. Мен айтам, олар алмайды, қарамайды деймін де. Иә. Қарамайды, тағы ана бұрынғы сумка хранениеге қойған киімдер ұқсап жоғалып кетеді деп айтып отырмын да. Сөйтсем жарайды енді. Апаға асымызды алып, араға уақыт салып қонақ үйге қайта келдік. Сөйтсек, кешкі ас түгілі таңғы ас ішпей, нәр татпағанын айтып, түңілдірді апа. Бүгін обед ішпедіңіз, е? Таңғы тамақты ішкем жоқ, құрсумен ішіп отырмын. Мәссаған. Ал біреу келмесе, ас жата бересіз ба сонда апа? Жатқанда жаңа қыздарға пәтер тауып бер деп айтайын деп отырған нөмірін тауып беріңдерші. Бұзылған телефоннан таппай отырмын. Пәтердің нөмірлерін тауып беріңдерші, 100 дейін. Бөлме іздейін берді. Оған төлейтін ақыңыз жоқ қой апа. Ақым болғанда пенсиямды төлеймін ғой енді қайтемін. Жетпейді ғой. Жетпейді, ана қыздың үші ұлы алдап өздерінен үлкендеу шығар ол, 25-те екен, 86 жылғы, 2006 жылғы. Сол ұлым рассрочкаға айфон алып апты менің соткама түсіріп, мені фотоға түсіріп. Ой, сіздің атыңыздан кредит алып апты? Рассрочка. Енді ол төленіп жатыр ма? Кім төлеп жатыр? Сіз төлеп жатсыз ба?
соған квартираға жетпейді ау деп қиналып жатырмын. Енді ұлыңыздың айфонын төлеп жүрсіз ба қазір? Айтқан жоқ. Болғанда сіңілімнің баласы ғой, ғой почти. Ой, ол апа. Апаның тағдыры қатты алаңдатты. Екі таңдау: не қарттар үйі, не қайырымды жанның үйіне жайғастыру. Апаның рұқсатымен алғашқы видеоны желіге жүктедім. Көптеген жанашыр жандар жарыса жазды. Оның ішінен көңілге ұнағаны осы хат. Апаның бар туысы сіңлісі мен ұлы, олармен де байланыстым. Олардың көңіліне жаққаны жанашыр жан Гүлнар ханымның үйі. Ертесіне сол үйге баласы мен сіңлісі апаны әкеліп, қолхат жазып, өз еріктерімен Гүлнар ханымның үйіне Апа? орналастырды. Осында тұрасыз енді. Жаным. Танысыңыз. Мінекей Алла разы болсын, айналайын. жылы тамағыңызды Гүлнар ханым беріп отырады. Енді киімдерін қойып қойдық апаның. Осы үйде апамыз енді өмір сүреді, бұйырса татулық болсын. Аман болыңыз. Жылы ма екен апа? Жылы. Жақсы ма екен? Болады. Рахмет деп Жылы болады. қол бұлғап қойыңыз. Рахмет. Бұл үйде алтындарым, зейнетке рахмет. жақында ғана шыққан 64-тегі Гүлнар апа тұрады. Балалары қалада, кәсіппен айналысады. Ардақ апа үшін енді тамақ, жатын орын бәрі тегін. Бастысы қасымда сырлас болып отырса болды дейді үйдің егесі. Құрметті көрермендер, біз қазір Гүлнар ханымның үйіндеміз. Бұл кісі енді жүзін жасырмақшы. Енді керек емес, қажеті жоқ деп жатыр. Өзі еркі ғой. Апамыз міне жайғасы, бала шағасы келді, қолхатын алды ғой. Алдым. Сен тапсырды ғой сізге. Иә, тапсырды. Көп адам ойлауы мүмкін, пенсиясына қызығып алып жатыр деп. Ондай ой. Керегі жоқ ондай Иә. пенсиясы. Иә, Өзім пенсия аламын. иә. Енді өз тамағы өзіне жетіп жатқан кісі, не үшін апаны алуға тырыстыңыз, айтыңызшы. Сол Енді жерде жалғыз айтыңызшы. отырмайын деп, маған да Иә, қасыма ал- серік керек қой. Мына жерде жалғыз өзің айдалып отырғаны фазенда ғой. Иә, Қасыма адам керек, серік керек. Сол үшін маған Апаны керек болды. алдыңыз, Иә. Ойын айту керек. апаның, иә. Енді қандай жоспарлар бар енді Ол- апамен? Апамыздың бір жақсы жері иманы бар екен да, намаз оқиды екен. Екеуміздің енді бір общий темамыз болады да, жақсы тема болды. Иманды. Так, иә, маған да жақсы болды. Жалғыз отырмаймын, қасымда әңгімелесетін, шай ішетін адам керек. Мына жер даңғыраған үй өзім, маған да жетеді, апаға да жетеді. Үйіңіз қанша бөлмелі? 5 жататын, 5 91 мына комнатамен жылы қосқанда 5 сол спальня ғой, болады, бес кішкентай. Аха, 5 кішкентай спальня бар. Мынау енді зал есептелінеді. Болды, жетеді бізге. осында тұр. Балаларыңыз Олар қалада тұрады. қалада тұрады, иә. Өзіңізге осы, 2-15 немерем бар ғой, олар қалада тұрады. иә. Енді ауылда тұрғаннан кейін, жаңағы тауық баққаннан кейін өзіңізге ыңғайлы болып, апамен сырласу үшін осындай амалға барып жатсыз. Құстар Алла бар, разы болсын сізге. Рахмет. Алладан қайтсын осылай жасап жатқан жақсылық. Бізде бәрі дұрыс мына жерде. Алла бұйырса, иә. Ешкім кедергі жоқ мына жерде, ешкім мешать етпейді, өзімізбен өзіміз. Мал құс бар, огород бар, шаруашылық бар ғой, кішігірім. Оны өзім істеймін. Ағашты кім жарады? Ағаш жаруы бәрі дайын. Оның бәрін біз заказбен бізге келіп істеп Соған кетеді. мен шамам Жоқ. келмейтін сол. Дайын. Продуктыдан ешқандай проблема жоқ. Продуктыдан ешқандай проблема жоқ, продуктыға ешқандай алаң болмаңыздар, себебі мен оны Барына Алла оптом алып бұйыртқан келемін. шем Аха. қой. Бәрі менде запаспен тұрады. Аха. Продукттың бәрі запаспен. Отын, көмір бәрі дайын, оны жазды күні дайындаймын. Ешқандай мына жерде істейтін артық жұмыс, ешқандай шаруа жоқ. Жоқ, оған да керек жоқ. Өзім Ек күшім істеймін жетеді. десеңіз, қарап иә, отырмаймын, не кішкене болсам қолым бос болса неге керек? Рахмет сізге, Алла разы болсын. Иә, Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Ең Алла разы болсын сен қызға да. иә, жақсы жан бұйырып отыр. Саған қызым дейді, мен қыз емес, екеуміз құрдаспыз ғой. Иә, құрдас негізі екеуі. Иә, Арамыз бір-ақ жас. иә. Екі пенсионер, мен де пенсияда, Ардақ та пенсияда екеуміз, әңгімеміз жарасады. Аха. Жақсы апа, аман болыңыздар. Құдайға Сізге де ғана разы, жарасқан, Алла сен разы жассың болсын. ғой балам, Құдайға Иә. ғана жарасқан жалғыздық. Кішкене Иә. дыбырлап Апа, отырып сен ғой әңгімелесіп. Енді мына жерде Иә, батамызды иә, беріп жаным. жіберіңіз. Мен Халық беріп көрсін, жатырмын, иә? иә, айналайын, Иә. беріп жатырмын қарғам. Денің сау болып қарғам. Осылай жүгіргеніңе Аллах берсін, Алла разы болсын, денің сау болсын, Аллахтан қайтсын, денсаулық беріп, сыйлы болып шауып жүр. Иман жүздік қосағыңды ал, тойыңа барайық, бақытты бол қарғам. Иман жүзді бала екесің, бәріне разымыз балам, Аллахтан кейін біз де разымыз. Гүлнар ханымға да дұға етіп Алла. отырасыз. Гүлнәрімнің де дені сау болсын, алтыным. Апаның өз зейнетақысы өзінде, ешкім түртпейді, ал сіңлісінің баласы рәсімдеген несиені өздері төлемек.
Бастысы апа қазір бақытты, жылы, жайлы үйде 5 бөлмелі үйдің бір бөлмесі осы Ардақ апаға бұйырды. Болашақта бақылауда ұстаймын. Мына балам бақытты болсын. Ой, апа бүйтіп Иман сөйлеңіз. жүзді болсын. Мен Иман бүйтіп жүзді болсын. Алла разы болсын бұл балама. Ой, апа. Балама, көңіліңді босатпа қарғам. Балаларымыз Жаманшылыққа аман бастама, болсын. қуаныш болсын бәрі арты. Аналарымыз аман болсын. Иә жаным, иә. Ауырмасын. Аман болсын, ауырмасын. иә. Бәрінен Сіз бұл аман бақытты бол, болыңыз. денің сау болсын. Ауырма, еңбегің табысты бол, үлгілі бол, көрікті бол. Мен Қазақстанымның ана... мынау қолдардың бәрі таныс қой мен әжемнің. Әжем қолын осылай ұстап Әжең ұйықтайтын. сағынып кеттің бе? Иә, мен әжем баласы едім. Алтыным ай. Аман болыңызшы, апа. Аман бол, Иә, өзің де аман бол, байланыстамыз. өзің де бар бол, жаным. Ей алтыным сол бере саған. Рахмет. Тәуба, тәуба. Ұнап жатыр ма үй? Ұнайды ғой. Иә. Гүлнар деген Басқасы өзімен болсын. апамызбен құрдас кісі бірге тұрайық, жалғыз Күннің тұрады басына екен. самасын осында енді қал. Бәрі жақсы ұнады, ойыннан шықты, балам аман болсын, дені сау болсын. Мен емес апа, ол халық Иә, сізді осылай бақытты болсын, иә. желіде таратып сізді қолдап Сонда да жатқан. жүгірдің ғой жаным, жүгірген еңбегіңе Алла қайтарсын, Алла. жақсылықты, денін саулық берсін. Анаңның қадірін біл тірісінде, онсыз алға баспайды бірісіңде дейді апа. Анаңның қадірін Аналарымызды біл. аялап жүрейік, Анаңды қадірін біл, Қадірін тірісінде. онсыз алға баспайды. Онсыз алға баспайды бірісінде. Бірісінде, Имандылық қой бұл. Мен адамдық арманыма жеткендей апаның алғысын алдым. Жас болсам да жасымай, жасы келген жанның жабырқамасы үшін жасаған жақсылығым шығар һәм азаматтық парызым. Бастысы қариялар қажымасын, балалар жыламасын, ал аналар мұңаймасын. Сіздермен болған Нұрсұлтан Мейірбекұлы. Арнама жазылып, өмірдің өзінен алынған өзекті оқиғаларды көре аласыз.